ата бабаларымыздың ерлік жолынан естелік айтар ескерткіш Астрахан аймағында да жетіп артылады. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы солардың барлығына бармаса да, біразына бет бұрды. Ғылыми экспедицияның Астрахан облысындағы алғашқы аялдамасы Кіші Арал ауылының іргесінде орналасқан Сейіт Баба зираты. Мұнда ішкі қазақ ордасының негізін қалаушы Әбілқайырдың немересі Нұралының ұлы Бөкей хан және оның жұбайы Атан ханым мәңгілікке дамыл тапқан. Ал мына хан кесенесі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен, ұлтжанды азаматтардың талпынысымен 2011 жылы бой көтерді. Бөкей хан Астрахан аймағында үлкен із қалдырған. Оның арқасында қазақтар тарихи отанына қайтадан оралды. Павел I 1801 жылдың 11 наурызында жайықтың бергі бетке өтуіне ресми түрде рұқсат берді. Сөйтіп, Бөкей хан 5000-нан аса түтінмен және 2 миллиондай малмен жайықтың оң жағына өтіп, Азиядан Еуропаға қазақтың ұлы көшін бастап келген. 1801 жылы құрылып, 1847 жылыға дейін өмір сүрген Бөкей ордасы қазақтардың Еділ мен Жайық арасындағы соңғы хандығы еді. Ел аузындағы аңыз әңгімеге сүйенсек, Бөкей хан өзін нақ осы жерге, яғни Сейіт Бабаның қасына жерлеуді аманат етіпті. Себебі ол бұл жерді ғажайып мекен санаған.